Бұл кітапты ақш президенттері оқыған, оны қолбасшылар ең ауыр жорықтарда серік еткен. Талай кәсіпкер өз табысының бастауын осы еңбекпен тапқан. Бұл асыл мұра тарихта тұңғыш рет қазақ тіліне аударылды. Қай кітап екенін 1 минуттан кейін білесіз. Томас Джефферсон ақштың 3-ші президенті бұл еңбекті жанынан тастамаған, қайта-қайта оқып, одан ішкі қуат пен сабыр тапқан. Тағы бір президент Билл Клинтон сұхбаттарының бірінде жастық шағымда ой санамды қалыптастырған ең маңызды кітаптардың бірі осы еді деп атап өткен. Джефф Безос Амазонды дүниеге әкелген кәсіпкер осы кітаптың идеясынан шабыт алған. Генерал Джеймс Мэттис ақштың беделді қолбасшысы бұл еңбекті майдан даласында да өзімен бірге алып жүрген. Теодор Рузвельт ақштың 26-ші президенті өмірдің ең күрделі кезеңдерінде осы кітапқа қайта-қайта үңілген. Тим Феррис кәсіпкер әрі танымал автор өзін өзі басқарғысы келген әр адамға алдымен осы еңбекті оқуға кеңес берген. Райан Холидей стоицизм философиясын дәріптеуші жазушы, бүкіл шығармашылығын осы кітаптың даналығын таратуға арнаған. Сонымен қандай кітап туралы айтып отырмыз? Бұл Рим императоры Марк Аврелийдің 2000 жыл бұрын жазған өшпес туындысы «Өзіңмен әңгіме» еңбегі. Биыл оны тұңғыш рет ана тілімізге аударып шықтым. Енді бұл еңбек қазақ оқырманына да қолжетімді. Нағыз күш дүниемен күресте емес, нағыз күш жүректегі тыныштықта. Рим императорының даналығын сіңіріп, бақытты ғұмыр кешуді ертеңге шегерме.